Мыңбала ұлттық олимпиадасына қатысуға өтінімдер қабылдау басталды. Тіркеу биылғы жылдың 19 ақпаннан 20 наурызына дейін жүргізіледі. Олимпиада 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең 4-8 сәуір аралығында онлайн форматта, ал екінші кезең 27-29 сәуір аралығында өтеді. Қорытындыға сәйкес ел бойынша 1000 жеңімпаз анықталады. Сайыста оза шапқандар еліміздің жетекші білім ордаларында, республикалық физика-математика мектептерінде, білім инновация лицейінде және дарын мамандандырылған мектептерінде оқуға мүмкіндік алады. Мыңбаланың жеңімпаздарына 10% квота деп 564 бұйрықта көрсетілген. Ендеше сол түскен балаларға міндетті түрде жатақханамен қамтамасыз етіледі, және ол балалардың Елбасы академиясы бар, министрлік бар және өңірлердегі біз сияқты дарын орталықтар бар. 2 ай сайын үлгерімі қалай? Басқа өңірлерде балалар бізге түсіп кеткен жағдайлар болуы мүмкінді. Үйреніп кетті ме? Балалардың жалпы білім дәрежесі төмен бе? Сол дарындағы балалардан немесе жоғары ма деген сияқты мониторинг анализдерді беріп тұрамыз. Айта кетсек, ауыл оқушыларына арналған сайыс белсенді және талантты жастарды қолдау бойынша ел үміті бастамасы шеңберінде жүзеге асырылуда. 3-ші жыл қатарынан өткізілгелі отырған олимпиадаға еліміз бойынша 2 жыл ішінде 445 мыңнан астам оқушы қатысты.